Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге осындай кереметтей дәмді, тойымды, көптеген жандардың жүрегін жаулаған суптың жасалу жолын көрсететін боламын. Барлық керекті ингредиенттер төменде көрсетілген. Ең алдымен көкөністерді турап алайық. Ең бірінші пиязды алып, сәл кішігірім, яғни уақтау етіп турап алғанымыз жөн. Менің үй ішімде пияздың қуырылғаннан кейін және сорпада піскен кезде жұмсарып, көбіне көрінбей кеткенін ұнатады, сол үшін сақтау етіп тураймын. Содан кейінгі кезек сәбізге келеді. Сәбізімізді ең алдымен екіге бөліп, содан кейін ирек кескішпен әдемі болып көріну үшін кесіп шығатын боламын. Сәл ірірек етіп турап шыққаныңыз дұрыс. Қандай да бір сорпа болмасын, сорпа түрлерінде осы көкөністерді сәл ірірек қылып турағанды жақсы көремін. Себебі пісу барысында құйған кезде ыдысыңызға да көрініп, әдемі көрінетін болады. Бірақ та ірі болғандықтан пісу ұзағырақ болады. Сол үшін толыққанды піскенін қадағалауымыз қажет. Мінекей картопты да дәл солай ирек кескішпен кесудемін. Мінекей кішігірім пиязымыз бар, оны фаршқа кейінірек қосатын боламыз. Ең алдымен осы туралған көкөністерімізді сәл ғана майда қуырып аламыз. Ең бірінші сұйық майымызды құямыз, содан кейін пиязымызды салып, сәл қуырып алатын боламыз. Содан кейін сәбізімізді саламыз. Достар, міндетті түрде томат пастасын салуды ұмытпаңыздар. Сорпаңызға өте әдемі дәм беретін болады және түс беретін болады. Сіздерге тағы бір ескертетін жайт, бұл жерде мен 3-4 адамдық қана порция, яғни шағын ғана етіп жасаудамын. Егерде сіздің отбасыңызда көп адам болатын болса, 2-3 есе көбейтіп жасауларыңызға болады. Мінекей сәл пиязы мен сәбізі қуырылғаннан кейін 1,5 литрдей су құйдым. Сол су қайнағанға дейін фаршымызды, яғни фрикадельки жасайтын қоспамызды дайындап болатын боламыз. Ең алдымен пиязымызды ұсақ етіп турап аламыз, яғни фаршпен араласқанда білінбей кетуі қажет. Сол ұсақтап турағаннан кейін бір ыдысқа аударып, сәл ғана тұз салып, қолдың көмегімен езіп, шырынын шығаруымыз қажет. Яғни пиязды міндетті түрде сәл қол күшімен жұмсартып алғаныңыз дұрыс. Содан кейін керекті мөлшердегі фаршымызды осы пияздың үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Содан кейін суға жуылып, тазартылып тұрған керекті мөлшердегі күрішімізді саламыз. Татымына қарай тұз, бұрыш, қара бұрышыңызды, қызыл бұрышыңызды салуды ұмытпаңыз. Осылайша керекті дәмдеуіштеріңіздің бәрін қосып болғаннан кейін қолдың көмегімен жақсылап араластыратын боламыз. Және менен сіздерге лайфхак, егерде сіздің фаршыңыз құрғақтау болатын болса, сіздің фрикаделькаларыңыз қаттылау болып шығуы мүмкін. Сол үшін жұмсақ болып шығу үшін сәл ғана суық су қоссаңыз болады. Содан кейін барып қолдың көмегімен керекті мөлшердегі фрикаделькаларыңызға форма беріп бастайсыз. Барлығын дайындап алғаннан кейін қайнап жатқан сорпаға салатын боламыз. Достар, каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта оңай деген жаңа рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей сорпамызда қайнау үстінде, керекті татымына қарай тұзыңызды қосуды ұмытпаңыз. Содан кейін міндетті түрде картошкамызды саламыз. Сәл ғана 5 минут қайнағаннан кейін фрикаделькаларымызды салып бастайтын боламыз. Ешқандай да қиындығы жоқ, өте дәмді суптың жасалуы бар болғаны осы. Осылайша керекті ингредиенттердің бәрін сорпаға жібергеннен кейін қақпағын жауып, кем дегенде 20-25 минут күткеніңіз дұрыс. Сол кезде барлығы өте жұмсақ болып піседі. Содан кейін әдемі деген тарелкаңызға құйып, бетін укроппен немесе петрушкамен әсемдеп, дастарханыңызға, яғни қонағыңызға ұсына берсеңіз болады. Өте дәмді болып шығады. Видеомды соңына дейін көргеніңізге алғысымды айтамын.